Басынан айтыңызшы, қанша ақша бөлінді, қаншасы бүгінгі күні игерілді? 52 миллион бөлінді, 52 миллион игерілді. Сіздер нысанды қабылдап алдыңыздар ма сонда? Нысанды қабылдап алдық. Ал енді мынау менің не көріп тұрсыздар, бәтеңкемнің табанының бірі жоқ, ал мына сырғанақтың түрі жоқ. Сырғанақ деген бұл мұз болу керек қой. Мұнда адамдар ақша салып сырғанап ойнап жату керек. Ал көріп тұрса, мына жерде адам жоқ, сырғанақта мұз жоқ. Көрдіңіздер? Сырғанақтың түрін біз неше күн бойы шулатып едік. Павлодардағы мұз қалашығын салуға 52 миллион теңге бөлінді деп. Кешіріңіздер, біз қателесіп кетіппіз. 52 миллион теңге емес, бұл мұз қалашығына 60 миллион теңге бөлініпті. Біз осы мұз қалашығындамыз. Бұл мұз қалашығын ұтып алған мердігер компания 2021 жылы тіркеліп, 2021 жылы құрылған екен. Сол 2 жылдың ішінде үлкен тендерлердің барлығын алыпты. Ол мердігер компанияның артында Павлодарға танымал үлкен тұлға тұр дейді. Ол тұлға кім? Оны асықпай ертең баяндайтын боламыз. Мен Павлодардамын. Репортаж күте беріңіздер.